Барлықтарыңызға сәлем. 28 қарашаға болжам. Бүгінгі күнде огонь инь, металл инь белгісі ақша шығаратын күндеріңіз слабый карта болса сіздерге қайта ақша келеді. Либо 16:00-ге де қуанасыздар. Уже күнделікті менің болжамына біліп алған шығарсыздар. Жол жүргенде міндетті түрде тілек тілеңіздер, тілектеріңіз орындалады. Шаш қидыруға онша емес күн. Барыстарға стресс, февраль айында туылғандарға стресс, ол уже энергиясы кеше-кештен бастап жүрді. Бүгінгі күнде білім алу, мұғалімдермен бір араласу, сондай бір жақсы энергиясын береді. Бүгін өзіңізде ешкімнің бір көкірек болып, ешкімнің тілмен шағып сөйлемесеңіз, дипломатичный, сондай жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, энергия өте жақсы жүретіні ол сөзсіз. Енді бүгінгі күнге өте активация берейін, мықты активациялардың бірі. Егер сіз жылғы, ит жылғы болатын болсаңыз, көшкін келеді, саяхаттағым келеді дейтін болсаңыз, азанға 07:40-тан 09:00 аралықта юго-запад 3-те активный, кәдімгі влажный уборка жасап алыңыздар. Саяхаттауға, көшуге жақсы энергиясын береді. Егерде мен жылғы емеспін, басқа белгілерге дейтін болсаңыз, 23:40-тан түнгі 01:00 аралықта арқамен юго-востокқа қаратып тілек жазыңыздар, либо тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. Әрқашан тілек қабыл адам болыңыздар.